Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен билирубин жайлы сөйлесеміз. Сарғаю кезіндегі билирубиннің түрлерімен. Қанның формалық элементтерінің ішінде бізде эритроцит, лейкоцит, тромбоцит болатыны белгілі. Эритроцит 120 күнге жеткеннен кейін көкбауырға барып ыдырайды. Гем және глобинге ыдырайды. Гемнен бізде тікелей емес билирубин соңынан түзіліп шығады. Тікелей емес билирубин қанның ішінде жүреді. Сосын жасушалармен ұсталып бауырға келеді. Бауырға келгеннен кейін тікелей емес билирубин конъюгация арқылы тікелей билирубинге айналады. Тікелей билирубинге айналғаннан кейін өт сұйықтығымен бірге 12 шекке барып құйылады. Одан кейін ол аш шекте сіңіріліп қайттан қанға өтеді. Келесі, бізде бауырдың 3 түрлі сарғаюын білеміз. Бауыр үстілік, немесе гемолитикалық, бауырлық және де бауыр астылық. Бауыр үстілікке келетін болсақ, егер қанның ішінде жүрген тікелей емес билирубиндерді бізде жасушалар ұстап бауырға әкеле алмаса, бізде қанда тікелей емес билирубин көбейіп кетеді. Ал егер ұстап бауырға әкелгеннен кейін тікелей емес билирубин тікелейге айнала алмайтын болса, онда бізде мынау көбейіп кетеді, тікелей емес билирубин. Одан кейін бізде үшіншісі тікелейге айналды, қалыптыдағыдай. Одан кейін өттің шығару жолына келген кезде өтте мына жерде бітеліп қалу болды да, ол шыға алмай өтте қалып қойды. Өттің майда қан тамырлары арқылы қанға өтіп кетеді. Сонда бізде тікелей билирубин көбейіп кетеді. Яғни жаттауға оңай болу үшін бауырдың үстілік сарғаюында тікелей емес билирубин көбейеді, бауыр астылық кезінде тікелей билирубин көбейеді. Енді осыған байланысты бізде синдромдар бар. Яғни ең бірінші ұсталынбайтын болса, синдром Жилбер синдромы деген ауру пайда болады. Екінші бізде тікелей емес билирубин тікелейге айнала алмайтын болса, конъюгациялана алмайтын болса, Креглер-Найер синдромы пайда болады. Үшінші, тікелейге айналып болған билирубин бізде өт жолдар арқылы шыға алмай қан тамырларға өтіп кете беретін болса, онда бізде Дабин-Джонсон синдромы пайда болады. Келесіде билирубиннің қалай толығымен түзіліп, өт бағанағы нәжіс және зәр арқылы шығу жайлы айтамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.